Сәлеметсіздер ме? Дәл бұрыштардың піскен мезгіліне орай өте дәмді түскі немесе кешкі ас, орысша айтқанда фаршированный перец дайындайық. Бисмилля деп бастап, ең алдымен күрішімізді жуып аламыз. Бір рет жуып алып, суын төгіп, қандай мөлшерде күріш алсаңыз, сол мөлшерде су құйып, кішкене тұздап, бір бұрқ етіп, 1-2 минуттай қайнатып, астын өшіріп қоям. Ол кезде пиязды аршып, блендерден өткізіп, майдалап, дайындап қоямын. Үккіштен, яғни теркадан өткізіп, немесе қолдан майдалап турасаңыздар болады. Болгар бұрышының өздеріңізге қалаған түстерінен, немесе ассорти түстерінен жасасаңыздар болады. Төп жағын аса үлкен қылып кесіп алмай, таяқша тұрған жерді ғана кесеміз. Дәнектерін толықтай тазалап, фаршымызды дайындай береміз. Менің каналымда қазы мен нан, қуырдақ, дапанжи, салаттардың, капкейк, торт, вупи-пайлардың рецептері бар, қарап көріңіздер. Осы видеоны лайк басып, пікір қалдырып, отандық қазақ каналдарын қолдап, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Фаршқа жартылай піскен күрішіміз бен пиязымызды салып, тұз, бұрыш қосып, араластырып, болгар бұрыштардың ішіне кішкентай шай қасықтың көмегімен салып шығамыз. Қазанымызда бір пиязды қуырып аламыз. Оған бұрышты майдалап турап, араластырып, 2-3 минуттай қуырамыз. Томат пастасын салып, бір ас қасық және картоп пен сарымсақты майдалап турап, қосып, араластырып, бәрін 2-3 минуттай қуырамыз. Фаршированный перецті сіздер қалай дайындайсыздар? Осындай жарқа жасайсыздар ма, әлде суға пісіре бересіздер ма? Пікірлеріңізді комментарийға қалдырып, бөлісе отырыңыздар. Толық керек заттарды астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Қарап көріңіздер, менде берілген мөлшерден 13 дайын болгар бұрышы шықты. Сорпамызға дәміне қарай тұз, бұрыш, кез келген өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер, паприка, лавр жапырағын салсаңыздар болады. Су құйып, болгар бұрышын толық жабатындай емес, және бір 2-3 см жеткізбейтіндей қылып құямын. Бүкіл үйдегі иісті айтсаңызшы, өте дәмді түскі ас болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған келін асханасы.